Өңір басшысы Тайынша ауданына сапар барысында әлеуметтік маңызы бар нысандарды аралап, мамандар мен техниканың су тасқынына дайындығын тексерді. Жұмыс сапары соңында Ғауес Торсанұлы алқалы жиын өткізді. Онда ауданның өзекті мәселелері сөз болды. Мына жалдамалы коммуналдық тұрғын үй 2022 жылы пайдалануға берілді. Ғимаратта 18 пәтер бар. Бюджеттен 84 миллион теңгеден астам қаржы бөліп, оның тең жартысын аудан әкімдігі қызметтік мақсатқа сатып алыпты. Ендігі жоспар қалған бөлігін иелену. Бүгінгі таңда Тайынша ауданында түрлі санаттағы 681 адам баспана кезегінде тұр. У нас здесь на первом этаже административный блок. Тайынша аудандағы қарттарға да көмек көрсетіледі. Надежда әлеуметтік қызмет көрсету орталығы 2006 жылдан бері жұмыс істейді. Қазір мұнда 97 адам тұрады. Ең үлкені 98 жаста. Оларға монша жағылады, гүл өсіруге де мүмкіндік бар. Өңір басшысы аға буынға жасалатын жағдаймен жіті танысты. Здесь сколько? 4 человека. Не тесно? Нет. Қариясы бар елдің қазынасы бар деп бекер айтылмаған. Облыс әкімі орталықтағы қарттармен жүздесіп, ұзақ ғұмыр тіледі. Сонымен қатар келе жатқан мейраммен құттықтады. Келе жатқан үлкен халықаралық біздің наурыз мерекелерінде құттықтаймын. Енді биыл былай қарағанда жаңағыны сіздің басшыларыңыз айтып отыр ғой, екі кісі ораза ұстап жатыр дейді, ораза қабыл болсын деймін. Аудандағы өзекті мәселенің бірі алдағы су тасқыны. Заречный ауылына апаратын көпірді арнасынан асқан Шағалалы өзені жылда шайып кетеді. Қазір бұл түйткіл жан-жақты қаралып жатыр. В прошлом году здесь вышли с положением тем, что поставили экскаватор. Мәселенің шешімі сапалы жөндеу жұмысы. Бұл жерге диаметрі үлкен темір бетонды құбырларды орнату жоспарланып отыр. Жұмыс маусымда басталып 3 айда аяқталады. Қажетті қаржы 318 миллион теңгеден асады. Потом будет 90 кубометров в секунду данного сооружения. А просчитывали, хватит вот этого сооружения, чтобы воду пропускать? Да, получается максимальный сброс воды идет 83 кубометра в секунду. Егер іс насырға шапса, кәсіби мамандар жұмысқа кіріседі. Ғауес Нұрмұхамбетов Тайыншадағы мамандар мен техниканың су тасқынына дайындығында бағалады. Бір жерге шоғырланған жандар жылдам әрекет ете білуі тиіс. Себебі өзге аудандарға да көмек қажет болуы мүмкін. Алдағы кезең әр адам үшін аса жауапты. Сапар соңында ұйымдастырылған алқалы жиында аймақ басшысы осыны тілге тиек етті.